күнделікті біздің негізгі тойымызда барлығы. Мысалы, баяғыда қайда істейтінбіз, тойды білесіз, қазір мейрамханада істейміз. Ал қазір, бұрын осыдан 5 жыл бұрын алсақ, тойды қайда істейтінбіз? Мектептің столовыйында істейтінбіз, Мектептің столовыйында істейміз. Одан 5 жыл төмен қарай түсек, үйде істейтінбіз, екі жақты полный қылып толтырып, аха, кешіп келген адам аяқ киім шешетте, сол жерге отыра қалады. Одан ары қарай енді палаткіде, одан ары қарай жаңағыдай. Ал сол ең қызық тойлардың бірі қайда болатын? Палаткіде болатын, Білесіздер ме? Рахат палаткі деген кайф та. Кайф. Біліп отырмын. Палаткіде тойда болғандарыңыз бар ма? Шапаларыңыздар? Бәрі палаткіде болдыңыздар ғой. Міне палаткіде той жасаған кезде біз кішкентаймыз. Менімен құрдастар білетін шығар, 79-дар бар шығар, биыл 30-ға отырған, Мына негізі палаткіде болған кезде мына палаткіні құрады, сықайтып тұрып, ол жерде рахат. Қазір біледі ғой, 250 адам, 300 адам деп, бұрын баяғыда санын білмейсің ғой. Ұзын скамейка құрады. Кір. Әрі, кім, әрі, жылшы. Кір. Ар жақ қайда кетіп жатыр білмейсің, бәрі кіріп кетеді, бүкіл ауыл. 4 бұрышты қылып палатқа құрасың, бір қарасаң үстіне доптамай қойып тұрады өш деген. Адамдар деген ішінде деген қайнап отырады да. Ол адамдардың арқасы, біз далада жүреміз ғой, ішінде болмаймыз ғой. Адамдардың арқалары шығып тұрады, бүйт, бұдыр. Былай. Біреуінің арқасына бар, түртесін, дүк, алма беш дейсің, алма беш. Екіншісі берме, екінші дүк, алма беш дейсің. Алма шығады, жүр дейді. Мәз алман. Ол кездің алма жеу қандай. Ой, жеп. Ішін бәрін. Тек бір таяқ алады да болды. Онда бек сорпайсын жақтып қайсын. Ал ол кезде, мысалы, палаткінің ішінде қандай? Мысалы, білетін шығарсыздар. Ол кезде арақ деген болған жоқ. Спирт деген болатын. Спирт. Оны 20 литрлік флякқа езеді. Тойдың басында конкретно 45 градус. Тойдың ортасында 35 градус. Жетпей қалмасын деп үстіне су құя береді. Бірінші столдан тұрған кезде 20 градус болады. Екінші стол басталғанда 15 градус. Тойдың соңында су ішіп отырады уже. Білмейді не ішіп отырған уже. Ол кезде натуральный сок та болған жоқ. Қандай болды? Юпи болды. Міне біледі, юпи. Юпи болатын. Қандай тамаша юпи, Юпиді жаңағы 20 литрлік флякқа езет, қызыл, сары, неше түрлі. Ол кезде біз кішкентай баламыз ғой, юпиді езуге таласатын біз. Білесіңдер ме? Отырып алып қағазын жалайтын біз бейт. Қағазын жалайсыңдар, рахат, кайф. Сосын тойда шауып жүрді, біреуін тілі қып-қызыл, біреуін тілі сап-сары әйтеуір. Ол қағазды лақтырмаймыз еші. Ол үйде мебель. Оны жинайсын, үйге әдемілеп жапсырып қоясың дейді. Жеңгелеріміз біледі, порошоктың коробкасы, кәмпит шоколадтың коробкасы, мақта салып, бәрін дізіп қояды да. Бірақ ішінде ештеңе жоқ. Бірақ әдемі. Китайский плакаттар тұрады, қасында зумни пастымен жапсалған аға. Білетін шығарсыздар, Сол жаңағы юпи, мысалы, ол да солайда бана қарақсы. Басында тәп-тәпті қып-қызыл, ортасында қып-қызыл болды, тәпті дәмі жоқ. Тойдың соңында ол да су болады. Сондай. Сосын не керек? Қарбыз бар. Ол кезде қарбыз деген не деп айтуға? Деликатес. Ауылда қарбыз. Ауылға корейстер қарбыз алып келетін, білесіздер ме? Ой, бір қарбызды алып қояды. Бүкіл бала қарап отырасың. Еще оның бәрін біреуіне мынандай тілім біреуіне жіңішке болмайды, бәрін ровны кесу керек. Ана ортасын кесетін үйдің үлкені болады. Бүкіл ортасын пышақ тығатты жұлып алады. Қарап отырасың. Мынандай ортасы. Не дейтін еді? Әр жақта әр түрлі дейді. Бір жақта құлақ дейді, бір жақта жаңа. Қалғанымызға қалады, бәрін кеседі әдемілеп. Ол кезде мынандай моды болатында қарбызды бүйтіп деп болайды қарбыз. Бәріміз отыр бір-бірден алып. Екі көзің ғана қарбызда қалғанда. Шағу біреу былай ұшып жатыр, біреу ішке кетіп жатыр, қарамайсың. Екіншісін аласың. Сосын үшеу отырып сосын бәрін жинайды да, бізге айтатын ғой. Бар мал қорағаны астауға тыстаңдар дейді. Алып барасында астаудың қасына келіп, дополнительный еще отырған. Естеріңізде бар ма?
тағы қарап қоясың бүйтіп қалып қойған жоқ па деп. Сондай естеріңізде ма негізі? Болатын сондай кездер. Мысалы, біздерде мысалы жаңағы айтып отырмыз. Жаңағы көптеген бізде мына жерде қазір біздің құрдастары бар шығар, 80-дер, 79-дар, 78-ден жоғарылар барсыңдар ма? Сіздер білесіздер. Баяғыда естеріңізде ма? Қызға бару деген ол конкретно еді. Конкретно. Қазір мен таңғаламын, қазір қызға бару деген бір жеңіл сияқты болып кеткен секілді, бір интернет, сотовый телефон бар. Рахат бір қыздың телефонын алып алып 99 рет маяков етеді, қыздың өзі звондайды, кто это деп аға. Сосын ана қызбен сөйлеседі, кафеге шақырады, ол қыз шығады, машинаға отырады, кетеді, бір күн келіп тұрады, папа, мамам үйленейін деп жатырмын, аха. Бітті, болды, аха, тойларын істейміз ғой, аха, кімдер шақырамыз, ана шақырайық, мына шақырайық, аха. Әртіс кім болады, анау болды, аха, там адамнан қыламыз, анамдан той бітті, болды, бітті, білғай қарсаңыздар. Осындай өмір. Баяғыда қандай? Сотовый жоқ, интернет жоқ, SMS жоқ. Солай ма? Ол кездің маяк та жоқ. Маяк ол кезде көз қысу болатын. Көз қысу. Бір қыз өтіп батасын, көзің қысып қаласын, ана қыз чоты не топ алып қалады дейді. Кетшар. Бірақ кетер емес та. Сосын екінші күн өтіп батырғанда тағы көзің қысып қалады дейді. Кетші бар деп айтпайды уже. Үшінші рет дополнительный тағы қосып жібереді, бітті құлайды. Ол кезде SMS жоқ, ол кезде не? Записка деген болатын. Үш бұрышты қылып записка істейді. Сыртына жазып қоятын біз үшін. Записка деп. Білмей қалатындай записка екені. Оны біреу арқылы беріп жібересің. Мынандай кішкентай балдары болады, аха. Записканы алып апарып береді, ответ келеді, еще астына жазып жібересің ғой, жду ответ деп, аха. Конкретно, аха. Оқып болғасын жырт тыста деп қояды кейбіреулер, аха. Сонымен не керек? Записка келеді, артынан келеді, шығатын болады. Ана қыз. Вау! Мәссің. Ана қызды көшенің бір ауылда бір көше болады ғой. Ана көшенің басынан көріп қалсаң, бітті. Жүрек бұрылып кетесің ғой. Ана қыз да бұрылып кетеді, резкі бұрыласың бейтіп. Мектепте көрген кезде просто ешкім білмейді, өзіңмен өзің бір-біріңмен ұялып жүресің мектеп. Білесіңдер, я? Содан не керек? Кешкеге дайындаласың. Ол кезде мына білетін шығарда размер дегенді білмейтін бізде киімнің. Размерді енді біліп жатырмыз, шын айтайын. Мен оказывается 48-ге декемін, аха. Баяғыда қалай? Дайындаласың. Ол кездің шаштары қандай. Бір көз көрінбейді. Бұлай түсін. Деп қойып жүремейді. Ол кезде сондай мода болатын. Шашты алмағанда да күнге күйіп кеткен сарғай бақа. Үстіңе папаңның свитерін киіп аласың. Оны шалбарға саласың. Шалбар ағаңдікі. Оны носкиге саласың. Баяда сонда носкиге салатын мода болды. Ол мода емес, ол амал жоқтан салдық та босқа. Сосын носкиді туфлиге саласың. Туфлидің басына мақта саласың. Сосын кешкеге дайындаласың. Жана қыздың үйдің қасына барып отырасың. Ол үйдің итінеден білмейді сенің қай жерге отыратын. Әр жігіттің өзінің бір секреті бар да отыратын. Сол жерге барып спокойно отырып аласың дейді. Кеш батады, қой келеді. Ана қыз қой айдап келіп жатыр да. Аяғында 48-ші размер чупли. Шлепкін киіп алған. Қойды кіргізеді, бұзау келеді, сиыр келеді. Мамасы сиыр сауып болады. Сосын папасы келеді. Бәрі бір жерден шай ішеді, сосын үйге кіреді. Свет сөнді, ауыл тас қараңғы. Ол кезде сотовый жоқ, ан жақта 79-дар, мұн жақта 80-дер, бір-бірін іздеп жүрді, қайдан білсін. Бәрі бір-бірін іздеп жүр, иттер де бір-бірін іздейді ғой. Содан не керек? Тым тырысып отырасың дейді. Бір кезде далан свет жанады. Вау! Мамасы шығады 2-3 қызбен. Біліп атсыңдар ғой не екені.
кірет, свет сөнеді. Ол кезде эконом болатын да, кіріп шыққан сайын свет жанып тұрады. Светта музыка ойнап тұрады, әр үйдің алдында. Сосын біраздан кейін папа шығады 2-3 баламен. Үйдің ана кенжесі болады, ол алысқа бармайды, есікті аша салады просто. Содан барлығы кірет, есік жабылады, отырасың. 3 болады, 4 болады. Бір кезде жүрек деген біліп қояды, ана қыз шығайын деп отырған. Бір кезде есікті ашады, басын шығарады да, бүгін мен шыға алмайын дейді. Бітті, мәз, деп қоясыңдар.